Балабул. Мақта қыз бен мысық ертегісі. Ертеде бір әдемі ауылда мақта қыз болыпты. Оның мысығы болыпты. Екеуі ажырамас дос болған. Bir күні мақта қыз үйде сыпырып жүріп құрт тауып алыпты. Құртты мысық досымен бөлісіп жейін деп мысықты шақырған. Тағы шақырат, мысығы келмепті. Сонда мақта қыз ашуланып келмесең ғой. Құртты өзім жейін деп жеп қойған екен. Мысығы келгенде мақта қыз ренжісін білдіріп құртты өзі жеп қойғанын айтқан. Сонда мысығы ашуланып, онда мен сенің сүтіңді төгем депті. Мақта қыз одан сайын ашуланып, мысыққа маған сүт әкелмесең сенімен дос болмайын деп мысықты қуып жіберіпті. Мысық үйден шығып, сүт іздеп сиырға барған. Сиырға барып сүт сұраса, сиыр жапырақ әкелсең саған сүт берем депті. Жапырақ сұрауға ағашқа барыпты. Ағаш оған, маған су әкелсең жапақ берем депті. Су тасушыдан су сұрап барыпты. Су тасушы оған, менің отынымды бұтап беріп, дүкеннен құмыра әкелсең су берем деген. Отынды бұтап болып, дүкенге барып дүкеншіден құмыра сұрапты. Дүкенші оған, маған жұмыртқа келсең құмыра берем депті. Содан мысық тауыққа барып жұмыртқа сұрапты. Сонда тауық, маған та әкелсең жұмыртқа берем деген екен. Мысықтары іздеп тышқанды тауып алып, тышқан сен маған тары берсем мен сені жемейін депті. Тышқаннан тары алып тауыққа беріпті. Тауықтан жұмыртқа алып дүкеншіге апарған. Дүкеншіден құмыра алып су тасушыдан су алған. Суды ағашқа құйып, ағаш оған жапақ беріпті. Жапырақты сиырға беріп, сиырдан сүт алыпты. Содан сүтін қолына ұстап мақта қызға сыққан. Мақта қызға сүтті беріп, екеуі қайтадан достасыпты.